Депутаттық сауал премьер-министр Олжас Бектеновке. Өмірге адам әкелген ана үшін ең ауыр хабар қандай екен білесіздер ме? Ол дүниеге келген сәбиіне мүгедек деген диагнозының қойылғаны. Азғантай уақыт бұрын ғана өмір мен өлімнің арасында жеңілмей шыққан жас анаға бұл диагноз қандай соққы екен тек қана сол аналардың өздері ғана біледі. Сонда да осындай зіл батпан ауыртпашылықты қабылдап, келешек өмірін тек қана сол баласының жолына арнауға тәуекел ететін әрине ана. Сондықтан да оларды нағыз ержүрек тұлғалар деп айтуға әбден лайықты. Жанға бататыны, осындай ерлік көрсеткен жандарға біздің тиісті жанашырлық таныта алмай жүргеніміз. Бүгінгі депутаттық сауалымның негізгі тақырыбы мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға қатысты. Әрбір ана баласы, бала денсаулығы үшін жұмысын да басқа шаруасын да тастап, от пен суға ойланбай түсуге дайын. Балаларын күнделікті ем шараға апару, қалада тұратындар үшін бұның өзі ауыр. Ал ауылдық жерде тұратын ата-аналар үшін бұл үлкен қиындық. Бала кезінен мүгедектігі бар, тіпті өздігінен тамақ та ішпейтін, сөйлей де алмайтындар қаншама. Тәулігіне бірнеше рет ес-түсінен айырылып, талып қалатындар бар. Елімізде 113 мыңға жуық мүгедек бала бар болса, оның 40% ауылда тұрады. Қалалық жерлерде ерекше балаларды апаратын арнайы орталықтар бар. Онда ерекше баланың анасы уақытша демалу үшін әлеуметтік қызметкер мүгедек баланы бір мезгіл өздері алып кетіп, орталық мамандары сол балалармен айналысады. Ал ауылдық жерлерде ата-аналарды не істейміз? Олардың да отбасы, басқа да тіршіліктері бар емес пе? Сол себепті ауылдағы ФАП жанынан осындай арнайы орталықтар ашылуы керек. Осы орайда айтарым, аналардың тәжірибелері болғандықтан басқа балаға да дұрыс қарап күтім жасай алады. Сондықтан педагог-ассистент, әлеуметтік қызметкер сияқты мамандықтарға ата-ананың біреуін қысқа 2 жылдық мерзімде бакалавриатта оқытуы қажет. Мүгедек балаға өз ата-анасынан артық қарайтын адам жоқ. Сонда ата-ананың күтуші ретінде жұмысы да болады, еңбек өтілі де жоғалмайды, дұрыс күтім болғандықтан баланың дамуы да ерте арта түседі. Даму ерекшеліктері бар балаға жиі күтім жасау ата-аналарға оңай емес. Сондық қиындыққа шыдамай отбасын тастап кеткен әкелерде қаншама. Сондай сәттерде баласының бар ауыртпашылығын арқалаған аналар тек физикалық қана емес, психологиялық тұрғыдан да қиындық көруде. Өмір бойы сырқаттанған баласын қараған анаға зейнетке шығуға жеңілдіктіге қарастырылмаған. Сондықтан ерекше баланы тәрбиелеп отырған ата-аналардың біреуін зейнетақы қорына мемлекет тарапынан тұрақты түрде қаржы салуды қажет деп есептеймін. Ол ананың зейнеттегі кепілі. Физикалық ауыр формадағы мамандық иелеріне жеңілдіктер қарастырылған. Мысалы, шахтер шахтадағы жұмысының ауырлығына байланысты. Ал мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ананың еңбегі оңай деп есептемеймін. Сондықтан осындай аналардың мүмкіндігінше зейнет жасына ерте шығу мәселесінде қарастыру керек. Әрбір ана бақытты болуға лайықты. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда айтылғанды ескере отыра келесіні ұсынамын. Ерекше бала ата-анасының біреуін ерте зейнет жасқа шығаруда. Ата-анасының біреуін педагог ассистент, әлеуметтік қызметкер мамандығына қысқа мерзімде оқытуды. Ерекше бала ата-анасының біреуінің зейнет қорына мемлекет тарапынан тұрақты түрде қаржы салуды. Балаға күтім жасаған жылдарын еңбек өтілі деп есептеуді сұраймыз. Құрметпен Ауыл партиясы фракциясы депутаттары, әлеуметтік мәдени даму комитеті, инклюзивті парламент тобының депутаттары.